Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізге математика сабағы. Қашықтықтан оқу қалай өтіп жатыр? Жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз өткенді бекіту, табиғатты қорғау, отанды сүю деп аталынады. Ал енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты өрнектердің мәнін табуды, әріпті және санды өрнектерді салыстыруды үйренетін болады екенбіз. Олай болса, барлықтарын 18-ші беттегі бірінші тапсырмаға қараңдар. Бірінші тапсырмада Әлия мен Сырым математикалық ойын құрастырды. Жауапқа сәйкес суретті таңдап, оның нені білдіретінін айтуымыз керек. Ол үшін өрнектің мәнін есептеп алайық. Ең алдымен бұл жерде көбейту амалын және де көбейтуге қарама-қарсы амал, бөлу амалын еске түсіруіміз керек. Бұл есепте дәптерлерімен бөлу амалдарын орындайсыңдар. Мысалға 14-ті 2-ге бөлсек қанша болады? 7. 7 бұл жерде белгіленіп тұрғандай ағашты жұлуға, бұтақты сындыруға болмайды деген суретпен танысатын боласыңдар. Келесі тапсырмамыз 19-ші беттегі екінші тапсырма. Бұл жерде біз әріпті және санды өрнектерді салыстыратын боламыз. Ал енді әріпті өрнек дегеніміз не еді? Еске түсірейікші. Дұрыс айтасыңдар, әріпті өрнек дегеніміз құрамында әріптер берілген өрнекті әріпті өрнек дейміз. Ал енді санды өрнек дегеніміз атынан шығып тұр, ол сандардан құралған өрнектер екен. Ал енді біздің бұл тапсырмамызда әрі әріппен, әрі санмен араласып келген өрнектер бар. Сол себепті бұл жерде мұқият қарап, оқып, әрбір амал таңбаларына мұқият назар аударуымыз керек. Үлгіге қарайық. Біріншісіне шығарып қойдым, соған қарап. Мысалға, біріншісінде 65-ті азайтамыз. Жақшаның ішінде Д, А, С әріптерінің қосындысын салыстыр дейді. 65-ке қосамыз, Д, А, С әріптерінің қосындысын дейді. Енді бұл жерде жақшаның іші екеуі де бірдей ма? Бірдей. Ал енді мына жерде мысалға кез келген мына әріптерді қосып 65-тен азайтқан үлкен ба жоқ? Мына әріптерді қосып 65-ке қосқан үлкен ба? Сол себепті бұл жерде 65 қосу деген жағымыз үлкен болады. Міне осыған жақсылап назар аударыңдар. Және де бұл жерде амалдардың орындалу тәртібін еске түсіруіміз керек. Келесі тапсырма, бұл үйге тапсырма. Оқулықтан 19-ші беттегі 4-ші есепті шығарамыз. Бұл жерде амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектің мәнін табуымыз керек. Ал енді амалдардың орындалу ретін білуіміз үшін ең алдымен, егер де өрнектеріміз жақшалы өрнек болса, ол кезде міндетті түрде бірінші кезекте жақшаның іші орындалады. Одан кейін барып, бөлу мен көбейту ретімен, одан кейін барып, қосу мен азайту ретімен орындалады. Егер де жақшасыз өрнек берілген болса, алдымен бөлу мен көбейту ретімен орындалады, одан кейін барып қосу мен азайту ретімен орындалады. Осыны мұқият еске түсіріп орындаңдар. Мысалға, 4-ші есептің біріншісі 4 пен 5-тің көбейтіндісін 15 пен 3-тің бөлінісіне қос деп тұр. Бұл жерде ең бірінші 4-ке 5-ті көбейтеміз. Бұл бірінші амал. Екінші амалымыз 15-ке 3-ті бөлеміз. Бұл екінші амал. Одан кейін шыққан нәтижелерін бір-біріне қосамыз. Мысалға, 4-ке 5-ті көбейтеміз 20, 15-ті 3-ке бөлеміз 5. Яғни 20-ға 5-ті қоссақ 25. Міне бүгінгі біздің өткенді бекіту сабағымыз осымен аяқталды. Ал енді бүгінгі сабақ сендерге ұнаса, қалай түсіндің, сол бойынша кері байланыс, яғни кері байланысын маған салып жібер. Егер де түсінбесең, онда тердің қызыл нүктесін боя.
қиындықтар кездесті десең, онда тердің сары бөлігін боя, ал барлығы түсінікті болды десең, онда тердің суретін салып, жасыл түсімен боя. Ал енді сұрақтарың болса, маған WhatsApp желісінде қоя жатасыңдар. Сау саламат болыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды.